Біздің елімізде бұрын жастар діни білімді алуға толық мүмкіндігі жоқ еді. Жастардың қажеттілігін біз қанағаттандыра алмадық. Сондай оларға лайықты білім беретін мамандарды елімізде болмады. Нұр Мүбарак арқылы бірінші біз араб елдерінен үлкен білікті мамандарды, сол тілді беретін адамдарды шақыруға мүмкіндік алдық. Екіншіден өзіміздің кадрларды дайындадық. Үшіншіден мемлекеттің стандартына сәйкес диплом беруге мүмкіндік алдық. Біз тегін діни грант, мемлекеттік тапсырыстарды орналастыруға мүмкіндік алдық. Бұрын жастар неге шетелге кетті діни білім алып? Себебі біздегі діни білім тек ақылы болды. Міне қазір осы сатыларды қалыптастыру арқылы біз шетелге жастардың ағылуын тоқтаттық. Мен дін саласындағы оқу жүйесіне келген кезде студенттердің саны 50 шамасында болатын. Міне бұл біздің Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейін сұранысты қамтамасыз ете алмайтындығы айқын көрсетілді. Сондықтан Нұр Мүбарак университеті сол кездегі қажеттілікке сәйкес дүниеге келді. Нұр Мүбарак университеті жоғарғы оқу ретінде өзінің міндетін атқара алды деп айтайын, есептеймін миссиясын. Біздің елімізде 2000-ға тарта дін маманы дайындалды. Бізде бакалавр, магистратура, докторантура жүйесі толық қалыптасты. Өзімізден ғылым докторлар дайындала бастады. Аз уақыттың ішінде мемлекеттік үлгіде діни білім алатын жағдай туды деп мен айта аламын.